Сәлем достар. Бүгін біздің ұлтымыз үшін өте бір маңызды тақырыптардың бірін ашамыз. Ол жиі кездесетін ағзадағы аурулардың бірі өттің қоюлығы, бауыр ауруы және де жировой гепатоз. Яғни бұл біздің әрбір қазақта кезігетін аурулардың бірі. Яғни жировой гепатоз деген қазір өте күрт көбейіп жатыр. Бауырды май басу дейді. Бауыр қазақ тілдің жалпақ тілмен айтқан кезде бауыр ұйықтап бара жатыр деген сөз. Яғни ол өзінің қызметін атқаруға мұршасы келмейді, шлак, токсиндар басып бара жатыр. Әртүрлі қазіргі кездегі фастфуд, газировка деген сияқты көптеген нан өнімдері, выпечка көп. Біздің өмірімізде қант өнімдері өте көп. Сол себептен бауыр бұған әлі келмей бар жатқандықтан жировой гепатоз деген ауру осыдан пайда болады. Яғни сонымен қатар бұған тағы да бір күш салатын дүние бауырдың өттің қисаюы. Яғни өтіміздің қисаюы, өттің қоюлығы деген бұл әрбір қазақта болатын қалыпты жағдай. Неге бұл қалыпты жағдайға айналып бара жатыр? Неге әрбір 5-ші қазақтың өті жоқ? Мысалы, бұл өте қорқынышты статистика. Былай айтып қараған кезде, өйткені мысалға бір кез келген Жапон елін алайық дейік, бұндай статистиканы мүлдем көрмейсіздер. Өзінің ағзасын жұлып алып тастайтын, оның ішінде өтті оп-оңай құтыла салатын өттен бұл біздің ұлтымызға тән. Яғни неге дейміз, неге біз әрбір 5-ші қазақтың өті жоқ? Это для них норма. Уже әбден біз қалыпты күйге айналдырып кеткенбіз, бойымыз, ойымыз үйреніп алған жаңағы өттің жоқтығына. Мен өтімді алғызып тастаған, бұл кісінің өті жоқ деген дүниені жиі естиміз. Себебі бізде шынын айту керек, тамақ ішу мәдениеті деген дүние ұсталынбайды. Яғни біз ең қарапайым дүние қара су ішуді әдетке айналдырмаймыз. Яғни су ішілу деген. Мысалы мен өзім ата-әжемнің қолында өскен баламын. Яғни маған айтатын, қара судан не пайда? Сен сүт іш, қымыз іш, шай іш деп айтатын да. Мысалы бізде қара су ішу әдеті қалыптаспаған. Сол себептен де ең бастысы үлкен адам 2 литрға дейін күнделікті қара су, таза су ішу керек. Ол жерге ешқандай шайдың де, сүттің де, басқа да сұйықтықтардың қатысы жоқ. Себебі қара су, яғни бұл біздің өтіміздің сұйылуына, өтіміздің дұрыс жүруіне, қисаймауына үлкен бірден бір септігін тигізетін өнім. Сол себептен де дүниенің арзаны жаңағыдай суды ішіп жүрген кезде біз көптеген аурудың алдын аламыз. Одан кейін өтті дұрыс жүру үшін, мысалы бізде жаңағы тамақтану мәдениеті, яғни біз қою тамақ ішеміз. Біз жалпы біздің дәстүріміз бойынша барлық ұлттық тамақтарымыз негізі қою тамақ. Оның құрамы негізі үлкен фантазияның, қиялдың керек жоқ. Ол біреуі нан өнімдері, немесе ет өнімдері. Немесе екеуінің осының орнын алмастырып әйтеуір істей береміз. Ол немесе самса, етпенен, ол деген бешбармақ, мысалы қазақтың етімен наны, немесе жаңағындай тұшпара дейміз, манты дейміз. Бұның барлығына сайып келген кезде бізде көбінесе қолданатын өнімдердің екі түрі ол ет пен нан. Яғни біз өзіміздің ішетін тамағымызға көңіл бөлуіміз керек. Не себепті бізде әрбіреуімізде бауыр проблемасы бар, әрбіреуімізде өт жолында проблема бар, өті қисайған, тіпті кішкентай балалардың өзі бізге келіп жатады. Мысалы маған нутрициолог ретінде баламның өті қисайған, бала тамақ ішкісі келмейді, үнемі құсқысы келеді, тамақты талғап жейді, тек қана тәтті өнімдерін бер дейді, нан өнімдерін бер дейді, мен не істеймін дейді. Сол тарапта қараңыздар, балалардың өтінің қисаюы ол оп-оңай. Мысалы ол өте нәзік, мынандай түтікше дейікші, өт жолы ол баланыкі өте нәзік болғандықтан сәл тәтті жеді, мейлі сәл газдалған сұйықтық ішті, немесе бір қант өнімдерін жеді, олар бірден қисайып кететін мүмкіндігі бар. Себебі баланың өт жолы тіптен нәзік. Егер баланың өт жолы қисайып кететін болса, яғни бұл жерде өт пен бауырдың ортасына құрттар, паразиттар оңай
тұрақтап жаңағындай бастаңғы жасай бастайды. Сол себептен де баланың өті, бауыры неғұрлым таза болатын болса, соғұрлым бала тамақты талғамай ішеді, көңіл күйі жақсы болады. Содан кейін мынау тамақ ішпейді дейтін балалардың ата-аналарына да айтатыным, тамақ ішпейді деген баланың егер өті қою болып тұратын болса, қазақ тілінде жалпақ тілмен айтқан кезде бала өзін тоқ сезініп жүреді. Бала өті қою болғандықтан тоқ сезініп жүреді. Сол тоқтық сезімі баланың ешқандай тамақты ішкісі келмейтіндігін білдіреді. Яғни ол тәттіге, әртүрлі қажетсіз организмға зиянды дүниелерді қалап тұрады. Себебі ол жерде, егер баланың өт пен бауыры дұрыс жұмыс жасамады десеңіздер, ол жерде 100% паразиттар бар деп айта берейік. Себебі ол міндетті түрде паразит ол жерде болады. Өтпен мынандай қышқыл орта болмағандықтан, өт тұрып қалған, ол жүрмейтін болатын болса, ол жерде міндетті түрде паразиттар өзінің ойына келгенін жасайды, яғни мастаңғы жасайды. Себебі оларда кислая среда дейді, қышқыл орта болмайды, жаңағындай жейтін ылғи тәтті нан өнімі болатын болса, кілегей жаңағындай қалыптасып, оларға ұя жасалынады. Кәдімгідей өздеріне өте қолайлы аймақ пайда болады паразиттарға. Сол себептен де организмді өт жолын жүргізіп тұру керек. Даже элементарно біз сол жаңағы балаларға да күнделікті су ішудің әдетін қалыптастыруымыз керек. Кішкентайынан су ішу. Мысалы, кішкентай балаларды бүгін ғана көрдім мен, жасқа келмеген балаға жаңағындай агуша сокты беріп қойған. Ол агуша согыңыздың тұнып тұрған қант, тұнып тұрған краска. Ол жерде ешқандай табиғи таза адал құрамды дүние емес. Сол себептен бала кезден бастап баланы су ішуге, су ішу мәдениетіне біз итермелеуіміз керек. Содан кейін тағы да менде көп адамдар келеді бізге, әрбір 5-шісінде айтып кеттім жаңа, өттері жоқ, яғни өтіміз жоқ болған кезде жировой гепатоз дегенде жиі кездеседі. Яғни бауыр дұрыс жұмыс жасамайды, әбден интоксикация, шлак токсиннан шаршаған бауыр, ол жерде жаңағы адамның реңінен, түр-түсінен, көзінің қарашығынан, тілінен, терінің түсінен де біз адамның өтінің қалай жұмыс жасайтынын, бауырының қалай жұмыс жасайтынын білуге болады. Мысалы, біздің ұлтқа өте жақын мынау пигментное пятно дейді ғой, беттегі қара дақтар. Бұл өт пен бауырдың айнасы. Немесе көзінің қарашығының ақ таза болмауы, мысалы, көзінің қарашығының сарғыш реңде болуы, терісінің сарғыш реңде болуы, тіліндегі налет дейміз ғой, ақ дақ, мысалы, соның барлығы бұл біздің іш құрылысымыздың айнасы болып табылады. Сол себептен де достар, бізде егер өт пен бауырымыз дұрыс жұмыс жасамаса, бұл болашақта үлкен әртүрлі аллергияларға әкеледі. Мейлі тері, қышыма бөртпелері болсын, мейлі тыныс алу жолдары болсын, мейлі кез келген ауру, жаңағында, кандида дейді, патогенный кез келген паразит дейді ғой, адамның организмінен қоректенетін дүниелердің бәрі бастаңғы жасай бастайды, өйткені өт пен бауырға тікелей байланысты. Тіпті мен сіздерге кейінгі осы келесі видеомда маған жазылып кетіңіздер, лайк басып осы видеоға мен қаншалықты өзімнің пайдалы болғанымды біліп отырайын. Сонымен қатар келесі видеода айта кетемін, біздің әйел адамның өт пен бауырға миоманың, кистаның, әртүрлі полиптардың әйел адамның ауруларына өт пен бауырдың қандай әсері бар екен. Өт пен бауыр дұрыс жұмыс жасамаса, ол жерде әйелдердің эстрогендері де бауырда көп тұрақталып қалады, миома, кистаға келеді. Сол себептен осындай жағдайлардың барлығын ескерейік. Келесі жолы өт пен бауырдың әйел денсаулығына қандай әсері барын қарастырамыз. Әрі қаратай, егер біздің тағы да өт пен бауырымыз дұрыс жұмыс жасамаса, яғни бізде адамда оянғаннан шаршап тұратын бір сезім пайда болады. Адам көбінесе оянғаннан шаршап тұрады. Маған ылғи айтады ғой, жиі естиміз қазақ жалқау деп, қазақ бізде жалқау емес, қазақтың көп жағдайда бауыр өттері дұрыс жұмыс жасамайды. Бауыр өт дұрыс жұмыс жасамағанда бұл біздің фильтр, яғни адамдар бүкіл сол қою тамақты қорытуға, жаңағы майлы тамақты, ащы тамақты қорытуға көп энергиясы жұмсалынады. Яғни дұрыс тамақтанбағандықтан энергияның бәрі соған кетіп қалады да. Содан кейін
жүріс тұрысына, ойлауға, жалпы дене белсенділігіне мұршасы келмей қалады. Себебіне жаңағындай бұның өзі бірден бір себеп болып табылады, өт пен бауыр. Сондықтан өт пен бауыр бұл біздің фильтріміз, особенно бауырымыз фильтр. Бұл фильтр сақадай сай жұмыс жасау үшін бізге үнемі таза су ішу керек. Гепатопротекторлар деп атайды, өтті дұрыс жүргізу үшін. Содан кейін дәл жатарда тамақ ішпеу, өзінің бір тамақты ішудің белгілі бір уақытына көп көңіл бөлген жөн. Сол себептен, құрметті достар, құрметті жалпы біздің осы қазақ тілді аудиторияның әрбіреуінің проблемасы деп те айтсам болады. Өйткені менің 13 жылдық тәжірибемде көбінесе көп аурудың бастамасы осы бір екі ағзадан болып тұрғанын анық көре алдым да. Сол себептен де гепатиттің, әртүрлі жаңағы бауырдың неше түрлі ауруларын, цирроздың да алдын алу, гепатиттің да алдын алу, жировой гепатоздың да алдын алу, холецистит дейді, өттің тасқа айналмауы, өттің тасқа айналуы дегеннің өзі уақытында тамақ ішілмеу, уақытында судың ішілмеуі, дұрыс тамақтанбау деген сияқты. Бұның барлығы әсері жылдан жылға жиналып, сұйық өтіңіз қоюланады, қою өтіңіз тасқа айналады. Ол тас бір күні проходқа жаңағындай тұрып қалған кезде ол кез келген уақытта жаңағындай өтті жарып жіберуі мүмкін. Сол себептен де жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Өтіңізді, бауырыңызды қашанда іске қосып отырыңыз. Егер қызықты болатын болса, қандай өнімдермен мен осы өз отбасымды, жақын жуықты, өзімнің менен көмек сұраған адамдарға қалай көмектесу керек жолын айтып кетемін. Дендеріңіз сау болсын.